Сәлем достар, менің атым Айша. Мен бүгін айтпелім сендерге қоянның үйшігін тыңдандым. Бұл күні түлкі мен қоян болыпты. Түлкінің үйі істелген мұздан, қоянның үйі істелген қабықтан. Жаз болғанда түлкінің үйі еріп кетті. Сосын түлкі қоянға келіп, түлкінді қуып шықты. Оф, ей, түлкі, шық қоян үйден. Қаз сені қуып шығам. Қазір үйден атып шықсам, үйден түк қалмайды, кетіңдер. Ит түлкіден қорқып қашып кетеді. Қоян келіп жылап, алдынан аю келе жатты. Неге жылаватсың, қоян? Қалай мен жыламайым? Түлкі менен үйден қуып шықты. Қаштай десті. Үйден кеттік, үйден қуып шығам. Кетіңдер өздеріңнен. Қазір мен үйден атып шықсам, үйден түк қалмайды, кетіңдер. Аю түлкіден қорқып қашып кетеді. Қоян жылап келе жатты да алдынан әтес шығады. Әтес айтады: несін жылаватсың? Түлкі менен үйде қуып шықты. Неге жыламайсың? Жыл. Түлкіні үйден қуып шығам. Кукальку, кет үйден. Түлкі, қаз сені екіге бөліп тастайын. Кукальку! Ой, қорқамын, қазір шығамын, киініп жатырмын. Түлкі әйнектен атып шықты, кетті. Осымен екеуі аяқталды, сау болыңдар.